Құрметті серіктестер, сіздер сатылмамақты тарихы бар үлкен Эверест компаниясының бір бөлшегі болдыңыздар. Жаңа жобаларыңыз құтты болсын. Рахмет, қуаныштымыз. Осындай мықты сатылым қай кезде басталды? Осы туралы айтып берсеңіз. Так, мықты сатылым осыдан 15 жыл бұрын Алматыға арман қуып келдім. Көктемеді жетті күз келе, сарғайып тұр дала гүлдері, жүрегімде жатыр іздері. Абай, байтұрсынова, қанша болады? Баға маңызды емес, бастысы клиент разы болу керек. Ал разы болу 300 теңгеден басталады. Бопты онда кеттік. Есімің кім болады? Қай жақтансың? Ердос, Түркістаннан болам. Мен Жетісайын жігітімін. Есім Бауыржан болады. Үйленгенсің бе? Жоқ, үйленген жоқ. Бәсе, көңіл күйің жоқ қой. Ой, ана жұмыста планды орындалмай. Бізде аптасында 10 продажа болса, премия береді ғой. Менде қазір 9 болып тұр. Еще бүгін соңғы күн ғой. Багажға салған затты сатып жүрсің ба? Иә, су тазалайтын фильтр ғой. Брат, мүмкін сен аласың? Ол денсаулыққа өте пайдалы. Қарашы міне. Турцияда өндіріледі. Бұлақтың суынан да таза шығарады. Сағындым сені, сағындым ерке, қызғалдақ толы. Ол осындай ғой. Пәтер жалдап тұрам бауырым. Өзімнің үйім болғанда алатын едім. Жарайды, көресің ғой. Рахмет. Тәтені Павудиева сала кетейік. Үшінші микрорайон. Отырыңыз. Дәрімді ішіп алайын, балам. Ақырын айда. Жарайды, тәте. Дәріні жиі ішесіз ба? Ой, күніге 5-6 рет. Жас келгеннен кейін сондай болады екенсің ғой. Краннан аласыз ба суды? Енді қайдан алайын? Кранның су таза ма? Қалай ойлайсыз? Әрине таза емес. Даже ол денсаулыққа зиян. Берші файлды. Қараңыз, тәте. Біз су тазалайтын фильтр көрсетіп, демонстрация тегін көрсетіп, осыны сатумен айналысамыз. Қазір турбалардың ауыспағанына 40-50 жыл болған ішінде Сағындым сені, сағындым ерке, қызғалдақ толы. сізге апарып сол фильтрді көрсетсек. Балам, фильтр алатын қазір жағдайым жоқ. Тәте, қазір сіз оны алмай-ақ қойыңыз. Жарты сағат уақыт бөлсеңіз болды, сіздің үйіңізге барып фильтрдің тегін демонстрациясын көрсетеміз. Сізге ұнап жатса, кейін жағдайыңыз болған кезде ала қоясыз. Сатуда келіп тұрған мүмкіндікті жіберіп алмау өте маңызды. Базар жоқ, мықты сатады екенсің. Өзім шок болып тұрмын әлі. Сен бар ғой, біздің компанияға келсейші. Бір фильтр салса қанша төлейді компанияларың? Осының жартысын береді. Бопты онда, кеттік. Кеттік. Кіруге болады ма? Уақыт жоқ, тезірек айтшы, не шаруамен келдің? Жұмысқа келдім, фильтр сатуға. Вакансия жабық, бос орын жоқ. Аға, мен бүгін сәрсенбінің сәтті күні келіп тұрмын. Егер мені жұмысқа алатын болсаңыз, осы компанияның өсіп өркендеуіне үлесімді қосамын. Онда былай істейік. Мынау қарындашты маған сатшы. Менің өміріме негізделген сериал қалай ұнап жатыр ма? Ұнаған болса, лайк басып, маған тіркеліп пікір қалдыра кетіңіз.